анау жер үйді салған кезде ақша жоқ, воротасы жоқ үйден кіріп шығуға ұялатымын. Жалпы не туралы сөйлесетін едіңіздер? Не істейміз енді, ой бұйырған болады, Құдай береді дейді. Сөйте Құдаймен. Жерді алды. Ал үйді салған сіз? Үйді салған мен. Сөйтіп сіз ол үйді тастап кеттіңіз ба? Мен үйді беріп кеттім, Неге мен осы уақытқа дейін ол кісінің газын, светін төлеп отырмын? Сонда ол кісі немен айналысты, сол кезде не істеді? Театрда жүреді, бірақ айтатыны маған роль бермейді. Мен айтам, роль бермесе кетпейсің бе енді? Лақтыра салады, қолындағысын айтсам. Қирата салады. Таптым-ау сеніге байланысты сізді 1 миллиард 850 миллион тапты. Сол ақшаны біз бөлісуіміз керек еді деді, Таптым-ауды түсірмей мен үйден кетіп қалған адам. Менің көзіме шөп салған болсаң, егер сол жағдай әсер етсе, мен онда сені кешірмеймін деп айтқан екен. Мен жүріп кеткен жаңағындай шөп салып кеткен әйел болсам, ол менен көк тиын алмайтын еді. Магазиннен барып нан әкеле салшы десең, ақша берші дейді. Нанға ақшасы жоқ. Алланы алып аузына жыртып болмай-ақ қойсын, Меккеге жолдама алып берші деп алдырды. Тағы да бердіңіз ба Меккеге ақша? Меккеге 1 миллион теңге бердім. Сөйтіп 2 рет сіздің ақшаңызбен Меккеге қажылыққа барып келді. Сөзім жоқ. Өзі де кино түсірем деген сияқты айтып жатыр екен. Түсірсін, мен тек қана сәттілік тілеймін. Мен оның киносы шығайын деп жатса, барып сұхбат бермеймін. Мынандай сұрақты негізі қойғым келмейді. Енді Олжас Абайға қатысты не айтасыз? Қазіргі уақытта екеуіңіз біргесіздер ма?